Barşaға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен тағы да влог алайын деп шештім. Telefondan düştüm. Себебі менің мүлдем телефон памятым қалмады, алу керек соққан. И біз қазір көшеге шықтық. И Тианди компаниясының біз бутик ашайын деп жатырық. И сол себепті біз не плакат заказ бергенбіз, соларды алуға қазір базарға келдік. Картсалар көрсетіп алады. Оның үшін маған тіркеліңіздер, жазылыңыздар. Мен осылай. Мына жерде ұзын несі үйде көрсетім болам. Я қазір, мына жерде көрсетім болам. Бұны өзінің компаниясынан алып барып қоямыз, мен үйде көрсетім. И тағы бір жерге барам, сонда көрсетім. Достар, сіздер білесіздер деп ойлаймын. Яғни армандар картасы. Армандар картасы өте бір керемет, білесіздер, камераны үйіп қалған. Армандар картасы, соны жасайын деп шештім. Сіздерге көрсетейін деп шештім. Короче, білесіздер, армандар картасы негізіне бір арманды біреу ешкімге айтуға болмайды деп естідім, бірақ мен сіздерге көрсетейін дедім. Армандар картасы өзгене мен жасағам. Енді мен осы суреттерді мектептен шығарып әкелдім. Осының барлығын қиып жабыстыратын боламын. Менің армандарым барлығы осы суретте бар. Және осы қағазға жабыстыратын боламыз, қиып барлығыны. Сіздерге соңында результатыны көрсететін боламын. Арман және мақсаттарым соңында көрсетем барлығын. Оның үшін мен Instagram парақшама да жайлағанмын. Мынаны ақпаратты жасағанымды кіріп көрсеңіздер болады Instagram аккаунтыма. И соңында результатын көрсететін болам. Оның үшін соңына дейін көріңіздер. Ну, давайте, достар, менің армандарым және мақсаттарымды көруге дайынсыздар ма? Өзім жасаған мақсаттар картамды ал, ендеше 3-ке дейін санайық. 1, 2, 3. Та-дам! Менің қазір отырып жасадым. Сағат 11-ден бастаған, 12-ден 45 па солай кетті. Осылай дейін болып шықты. Мына жақ бардак болып жатыр. Мына жерде фонар тұр. Осы кішкентай фонар барлық жер жарып тұр, достар. Мынандайдан көрсетейін. Бұнда мүмкін тағы безетін шығармын. Рамкаға салатын шығар мүмкін. Егер салатын болсам, барлығын көрсететін болам. Инстаграмға дейін деп видео салдым. Оны көрсетер болады. Мен Instagram аккаунтым бірге болайық туралы осылай YouTube аккаунттың атындай жазып, Instagramға да кіре берсеңіздер болады. Но сіздер де жасағансыздар ма, әлде жасамағансыздар ма, комментарияда күтіп қаламын. Қалай шыққан 1-ден 10-ға дейін баға беріңіздер, не давайте. Осыған терміліп отырмын енді. Күшті шыққан еді. 4 saat 1 болып қалды. 51 кетті 12-ден. И ұйықтаймын уже. Ана жақта әпкем дауыс шығып жатыр. Естіп жатырсыздар ма? Игрушка. Короче, менің мақсаттарым бірме-бір орындалып жатыр. И оны кейін айтып берем. Ертең бәлде. Короче. Барлығыңызға спокойной ночи. Мен базарға барып келдім. Бір-екі жұмыстармен. Сосын қазенді кір мамам жуып қойыпты, почти. И соның қазір қалғанын бірге жуатын боламыз. Себебі менің, білесіздер, уборка жасадым деген видеом көп просмотр жинаған еді. 1000-нан асқан просмотр жинаған. Но сіздерге тағы да ұнайды деп ойладым. Соның үшін көріңіздер. Бірақ бойным бар ғой, мойным вообще қате жатып қалған ба, неден деп ойлайсыздар.
Мына жерге бурылады да, мына жерге бура алмай жатыр. Бурным вообще ауырып жатыр. Бағана әкем келіп, мынандай ойнады даже мойнымды. Мынандай вообще бурылмай жатыр. Не істеуге болады? Пожалуйста, комментке жазып жіберіңіздерші. И қазір кірлерді уже жайып тастаймын. И көріңіздер. Достар, білсеңіздер, өткенде не айтамын деп едім. Короче, армандар картамдағы әлі жабыстырмастан бұрын менің бір арманым орындалды. Орындалды дегенде орындалмады, бірақ орындалды. Несіне мәресіне тұр. Короче, мен армандар картама менің кішкентай кезімде армандайтын актриса болу еді. Және де өткенде не көріп отырғанымда, Инстаграм көріп отырған кезімде сол актрисаға кастинг болады дегенде солай шықты, яғни Шымкентте екен. Сонымен соған жаздым, звондады. Короче, кастинг болып өтетін болады. Егер кастинг өтсем уже киноға түсетін боламын. Көріңіздер, әлі мен армандар картама жабыстырмай бұрын сол зат орындалды. Орындалған жоқ, орындалу мәресінде, яғни әлі мен армандар картасын жасамаған едім ол кезде. И сіздерге айтайын деп едім, уақыт болмай қалды, сосын айта алмай қалдым. Солай енді мен мұнымен не айтпақшымын, яғни сіздер арман жасаңыздар, мен армандар картаны жасаңыздар деп айтып жатқан жоқпын. Өздеріңіз қағазға болсын, қалай армандарыңыз бар, даже малыш арманыңызды дәптерге жазып қойыңыздар. Бұл әрине сіздердікі орындалады. Орындалмай қалмайды. Сіз Аллаға сеніп айтып жатырсыз ба сол затты? 1 жыл болсын, 10 жыл болсын, 20 жыл болсын, сол зат бәрібір де орындалады. Оның үшін сіз арман қоюыңыз керек, өз алдыңызға мақсатыңызды қоюыңыз керек. Сол кезде сіздің армандарыңыз орындалатын болады. Сіз әрбір арманыңызды дәптерге жазып жүріңіз. Қалай 1 жылдың өзінде қалай өзгеріп болғандығын сол кезде менің комментарымды жазатын боласыз. Соның үшін арман жасаудан ешқашанда шаршамаңыздар. I love you. Короче, әжемнің шашына үтік жасап жатыр, достар. Кірді. Кеше айттым, мойным былай. Даже мынандай жасай алмай жатырмын, достар. Айттым ғой, кеше айттым. Міне мойным ауырып жатыр, қисық жатып қалған ба деп. Қазір әліге дейін ауырып жатыр. Сол ортопед мазын сүріп алдым. Кеше де сүріп жатқанмын. Әліге дейін бірақ қайтқан жоқ. Ол қыздырып тұрып емдейді екен, күшті. Ұнады маған. Қазір мойным қызып жатыр вообще. Ауырып жатыр, мектепте де зорға жүрдім бар ғой. Ол мынаны ауыру басыма деп өтті.
Ozan bo'lmay keldim. Davom etamoq tayinlayapman. Ko'ramiz. Bismillah. Hoppa. Do'stlar, kunga sovuq. O'sha meni жаңбыр жауған бағана мектептен келіватқанымда. Men қазір күнге кетіп жатырмын. Нан, пан, солай заттарды алып келетін боламын. Күнде суық. И пижамада шығып кеткенмін. Нормально сенде. Мен сіздерге бір қызық бір видео алайын десем, ол да ұқсамай жатыр. Яғни әр күні бір күн мектеп келу. Короче, қызықты бір күнде болады. Бір қызықты челленджді ойлап қойдым. Сол қызықты челленджді мен сіздерге әрине алатын боламын. Оның үшін сіздердің маған қолдауларыңыз керек, достар. Міне құрма жеп кетіп жатырмын. Құрма қатты ұнайды бар ғой. И ал достар, енді мен видеомды осы жерден тастауым керек, себебі уже бір апталығым, башты 2 апталығыма кетіп қалады. Сол үшін менен новый влог немесе қызықты бір челлендж күтсеңіздер болады. Менің уақыт болған жоқ видео түсіруге. Күнде видео салып отыратын былай не жоқ. Мен инстаграмда көпте актив болып жатырмын. Сол үшін инстаграм аккаунтыма тіркеліп қойсаңыздар болады. Яғни олда бірге болайық, білесіздер. И сонымен сонша еңбек болғаннан кейін әрине бір подписка басып қоймас енді ұят деп ойлаймын. Соның үшін менің осы видеома лайк пен подписканы аямай басыңыздар, достар. Сіздерге I love you. Қазір сағат 12-ден 1-ге кетті. Барлықтарыңызға қайырлы түн. Сау болыңыздар. Кейінгі видеоларды көрсеңіз әрине.